Сәлем достар, біз бүгін сердамды әрі өте жұмсақ болып шығатын красный бархат чизкейгін дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнды ситадан өткізіп салып аламыз. Оның үстіне сахар саламыз. Оның үстіне разрыхлитель және какаоны саламыз. Сливочное маслоны саламыз. Барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Бізде осындай біркелкі масса шығуы қажет. Бөлек ыдысқа су құйып, оның үстіне 4-5 тамшы краситель құямыз. Біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Тестамызға краситель қосылған суды құямыз. Барлық суды бірден құюға болмайды, бөліп құйыңыздар. Тестамызды жақсылап билеп аламыз. Тестамыз дайын. Тестаның түсі осындай қанық болып шығуы қажет. Тестамызды салафанға салып, тоңазытқышқа 40-45 минутқа салып қоямыз. Кремін дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа творожный сырды салып аламыз. Оның үстіне қант саламыз. Миксермен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Жұмыртқа салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Екінші жұмыртқамызды салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан тестамызды екіге бөлеміз. Бір бөлігі үлкен, бір бөлігі кіші болуы тиіс. Тестаның кішкентай бөлігін міндетті түрде мұздатқышқа салып қойыңыз. Формаға салып, тегістеп жайып шығамыз. Шанышқымен осылай шет-шетін тегістеп шығамыз. Кремін құйып шығамыз. Лопатканың көмегімен кремді тегістеп жағып шығамыз. Тестаның шет-шетін видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп істеп алыңыздар. Тестаның мұздатқышта тұрған бөлігін алып, терканың көмегімен осылай үгітіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Егерде теста артылып қалса, одан печенье жасай салсаңыздар да болады. Чизкейгіміз пісті, енді оны формада тұрған қалпында жақсылап суытып аламыз. Дайындап көріңіздер. Инстаграм парақшамды жоғарыға белгілеп кеттім, тіркеліңіздер.